бір қаяққа кетіп қалғаннан Нұрислам бүткіл қалаңыз деп шықтым ғой. Осы ше менен қашып кеткен жоқ па? Солай болсын Микені адай ал деп содан бәрі шығатын негіз бар ғой. Сөйтіп кетіп қалған болса таң қалмаймын мен. Тездетпен. Өтініш тиіспеңізші, ақшам жоқ менің. Ей, тоқташы, не болып жатыр неқта? Не істеп тұрсың? Кішкентай баланы қорқытып жатсың ба? Сен кімсің тағы? Кетші бара неқа. Қазір сенің де бытшытын шығарам әйтпесе. Қалай сонда бытшытын шығарам? Мен қазір бар ғой, мен өрмекші адам досыма хабарласам, сенің бытшытын шығарады сосын. Өрмекші адам дейсің ба? Қазір өрмекші адам жоқ. Оны Веном алып кеткен. Веном алып кеткен дейсің ба? Қалай сонда кім ол вообще Веном деген? Не аласың оның кім екен? Әйтеуір өрмекші адамды өлтіру үшін алып кеткенін білем. Тоқта, өрмекші адамды өлтіру үшін алып кетті дейсің ба? Мә саған. Тезірек айт, қайда өрмекші адам? Ё-моё, қаяқтан өзім мені? Қандай жер, денем, денем. Қолым барлығын байлап тастаған нес? Ё-моё, қаяқтан мен өзі? Есіңді жидің ба? Веном, қалай, жағдайың жақсы ма? Жағдайың жақсы ма болғанда, не қауып келдің еқа мен вообще, мен саған не істедім? Қысқасы былай өрмекші адам, менің арманым мына бүткіл әлемді жаулап алу. Мен вообще түсінген жоқпын, сонда мен не үшін ұрлап кеттің вообще? Не қол аяғын барлығын байлап тастағансың, түсінбедім. Қысқасы өрмекші адам, саған ұсынысым бар. Ұсыныс дейсің ба? Қандай ұсыныс ол болыпты, айтшы ал. Сен өте мықтысың, өте күштісің. Мен де өте мықтымын. Қалай қарайсың? Бірге әлемді жаулап алмадық па? Сен маған әлемді жаулап алуға көмектес. Сонда саған ештеңе істемеймін. Веном, тоқта, мен олай істей алмаймын, қуасың ба сен? Өрмекші адам, ойланып көр. Барлық адамдар тек біздің айтқанымызбен жүретін болады. Егер айтқанымызды тыңдамайтындар болса, оларды өлтіріп тастаймыз. Қуасың ба сен? Мен ондай жауыздыққа бара алмаймын. Қандай адам өлтірген? Жарайды, келіспейді екенсің. Ендеше өзіңнен көр. Қазір сені өлтіріп тастаймын. Тоқта, босат менің досымды. Мынауың кім тағы? Микки, не істеп жүрсің мұнда? Сен өлтіреді кәз. Оңбаған, тезірек менің досымды босат. Айтпесе қазір сенің бытшытын шығарам. Мынау ма сенің досың? Балақай, сәл шамаңа қарасай. Короче, саған мүмкіндік берем. Тезірек мына жерден кетіп қал, айтпесе сені де өлтірем. Микки, тез қашып кет бар, айтпесе өлтіреді кәз бұл. Жоқ, мен ешқайда да қашпаймын. Тезірек босат менің досымды. Жарайды, әрі қарай өмір сүргің келмейді екен, онда сені де өлтірейін. Тоқта, мен дайындалып алайыншы қазір кішкене күте тұр. Жарайды, дайындалып ал. Так, тоқта. Не ғой? Болды, кел атак, паразан, бірге бір. Микки, сен халыққа айналып кеткенсің ба? Бірге атак, саған. Бар болғаны осы ма? Халық болсаң да, басқа болсаң да әлсіз екенсің. Ендігі кезек өрмекші адам сен де. Қазір сені өлтіріп тастаймын. Саған атак. Ойнапсыңдар халықпен. Нұрислам, уайымдама, қазір босатып жатырмын сені. Давай, қаштық бол, тез. Микки, точно сен ба? Халық болып кеткенсің ба, немене бәле? Ой, ұзақ әңгіме, бұл жақта айтатын әңгіме емес, тез қашсай бол. Полиция ештеңеге хабарласқан жоқсың ба әлі? Ой, жоқ, хабарласқан жоқпын, жалғыз өзім келдім. Тоқтаңдар. Тоқташ? Қайда қашып бара жатсыңдар? Әлі ойын біткен жоқ. Веном, атак сен жалғызсың, ал біз екеуміз по-любому ұтылып қаласың, осы жерден беріле сал. Веном ешқашанда берілмейді. Мынауың дәуіп кетті ғой, не істейміз енді? Не істейміз дейсің ба? Не ғой, төбелесеміз, кеттік, жабыл. Микки, тоқта. Мә саған. Енді бері кел, өрмекші адам. Өзің жолы болғыш жігіт екенсің, бірақ осы жолы точно өлтіремін сені. Бері кел, атаға мен берілмеймін. Микки, сен бағана мен ұрдың ба? Мә саған. Мә саған атақ. Что-то мынау демал алмай қалды. Не істейміз болғанда? Білмеймін, не ғой, бірақ бір идея бар менде. Болды, Микки, жарайсың, енді шыға алмайтын шығар деген үміттемін. Қайтайық. Сонда ана Веномды мен жеңіп тастадым ба? Мен супергероймын ғой сонда бүгіннен бастап, я? Ой, я, супергеройсың сен. Жарайды, онда кеттік, үйге жүрсей, саған айтып берем қалай халық болғанында. Қандай видео салсам да рекке кірмейді. Болмаса ютубта тастай салам ау деймін. Мынау Нұрислам аға емес па? Неге жалғыз өзім мұңайып отырды, қазір сұрап көрейінші. Нұрислам аға, неғып мұңайып отырсыз? Неге мұңайып отырсың дейсің ба? Мен сол ютубқа тырысып күнде видео салып жүрдім, бірақ ешқандай видеом лайк, комментарий, подписчик жиналмайды. Енді сәл күтсеңізші, активіңіз көтеріліп қалатын шығар мүмкін. Ой, қойш, күтіп шығардым уже, ютубты тастаймын мен. Тоқта, осы видеоны көріп отқан адам лайк басып комментарий жазып кетсейші, ютубты тастамайсың ба? Ой, қойш, лайк басып комментарий жазған күннің өзінде маған ешкім тіркелмейді.
тіркелмейді ғой. Білесің бе, 95% адамдар менің видеомды тіркелмей қарайды ғой. Енді айтсай, осы видеоны көріп отқан адамдар лайк басып, комментарийға Нұрислам аға ютубтан кетпеңізші деп жазып, сосын тіркеліп кетсе, ютубтан кетпейсің ба? Енді тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап отса, конечно, кетпеймін ғой ютубтан. Вот көресің ғой, осы видеодан кейін адамдардың барлығы саған лайк басып, комментарий жазып, каналыңа тіркеліп кетеді. Мен бәрібір қолдамайтын сияқты мен ешкім. Бірақ егер осы видеоға 5000 лайк жиналса, келесі видеоны сразу шығарамын. Уф, ё-моё, уже таң атып кетті ма, ұйқым вообще қанған жоқ қой. Бүгін деген сабақ болмаған, сабаққа бару керекпін. Кеше деген веноммен қырылып деген бүткіл күшім бәрі таусылып қалды. Бүгін шаршаппын, сабаққа барғым келіп тұрған жоқ, бірақ бару керек те. Айтпақшы, Микки кеше менің үйімде қонды ғой, Микки ұйықтап жатқан шығар әлі ол. Жоқ. Микки маған айтпай сабаққа кетіп қалған ба уже? Пысық неге сол Микки бар ғой, жарайды онда өзім кете берейін сабаққа. Уф, Микки? Нұрислам? Что там, қайырлы таң? Қайырлы таң болғанда сен. Микки, айттым ғой саған, мен рұқсатымсыз тамақ жемеші деп. Нұрислам, не болды? Әлі жылап жатсың ба? Кеше сен веномнан құтқарып қалдым ғой, ұмытып қалдың ба жақсылығымды? Жақсылығыңды ұмытып қалғанда. Просто сен тамақ жеп кетесің да, жеген жерлерін жинамай кетесің, шашып кетесің, посудан бәрін жумайсың. Еще онымен қоймай холодильникті ашып кетесің, сөйтіп ашып кетеді тамақтардың барлығы. Алдында саған болып сөйтіп аштан ашып отырдың, тамақтың бәрі ашып кеткеннен кейін. Ой, кетші бар, жақтырмай жатсың ғой. Ой, бір кетем қазір үйіңнен, не болды сонша жақтырмай, бір кешегі жақсылығымды ұмытып қалыпсың ғой менің. Не ғой айтпақшы, Микки, кешегі жақсылығың демекші. Сен хал келдің ғой, қалай неғып қатапай Миккиге айналып кеттің? Мен негізі білмеймше өзімді. Өйстіп кейде өзім халыққа айналып кетем, кейде осылай өзім Миккиге айналып кетем, өзім де түсінбедім соны негізі. Түсінбедің болғанда. Сонда өзіңді басқарамайсың ба? Басқарамағанда білмеймін. Әйтеуір керек кезде халыққа айналып кетіп жатырмын ғой өзіммен өзім, бірақ білмеймін қалай халыққа айналу керек екен. Ол қалай болады ол? Білмеймін дедім ғой, қойшы миымды ашып жібердім ғой. Жарайды онда. Не ғой сабаққа кеттік онда, кеттік сабаққа. Сабаққа деген мен холодильник жауып келейінші. Тағы жаппай кетіп жатырсың ғой холодильникті. Өмір осындайсың. Ой, жылай бермеші, не болды сонша, кеттік сабаққа онда жүр. Сен айтпақшы, не ғой? Сумкаңды алмайсың ба сабаққа? Не ғой енді, супергеройларға сумка алмай келуге болады емес па? Қумашы, алып алып сумкаңды. Сен ше? Енді дұрыс қой, енді мен маған бола береді ғой, маған айтты ғой, рұқсат берді ғой. Саған рұқсат берген жоқ, әлі алып келіп жатыр сумкаңды. Ой, бір жаңа айт қазір, тоқтап күтеді алып келем. Бір осы Миккиде қуатшы. Бірақ бүгін деген погода күшті болып екен де, сабаққа барғанға как раз әдем погода жаяу жүрген. Ой, Микки шығып келе ғой. Болдым, шықтым, чотам, кеттік па? Давай, кеттік. Сосын Микки, айтпақшыдай саған бір сұрағым бар еді. Қоя бер. Кеше не ғой, халыққа қалай айналып кеткеніңді айтам дедің де, айтпадың ғой, ұйықтап қалдың ғой. Не ғой, ол ұзақ әңгіме, негізі сабақтан кейін айтып берейін де саған. Жарайды онда. Микки, анан қарасай, мына жақта жылқылар жүр ғой. Жылқылар ма? Не ғой, күшті екен. Кеттік, ұстап көрейік те, кеттік, жетсе. Не ғой, өзің ұстай бер, мен сабаққа бара берейін. Сабаққа бара берейін деген не, сен қарасай, күшті аттарды ұстап көрсей. Ой, не ғой, ұстай берші өзің. Не ғой, не қыласың мен ұстағанымда? Сен айтпақшы, жылқылардан қорқасың ғой, кетші бар, қорқпаймын мен, атақ. Кетші бар, өзің қорқақ. Мойындамайсың, мойындайсың, қорқамын деп болды ғой, айтпаймын ғой сосын. Кетші бар, қорқпаймын деп айттым ғой. Қорқақ десің, мойындамайсың өмірі. Наңғадай, бет шабаласың ба сен, қада? Базар жоқ. Микки, саған бір бәле көрсетейін ба? Не көрсетесің? Қадасай. Бергел, Нұрислам, кетші бар, Бергелсе қорықпасай. Кетші бар, Нұрислам, Нұрислам, қойшы. Болды, Микки, болды, теспеймін. Кетші бар, Нұрислам, дос болмай қоям семен ашы. Болды, Микки, болды, теспеймін, болды. Қорқам деп мойындайсың, Микки, теспеймін ғой сосын болды ғой. Детский ат екен, бірақ кім Микки әлде де ойлан негізі. Бүтсең болады негізі, міне. Ой, кетші бар, мен мазақтап айтып мен мазақтағанға мәсің сен де дос дейді ау. Жүрші бол мектепке кешігеміз қазір. Давай, кеттік. Не болды, Микки, соған бола ренжіп қалдың ба? Ой, кетші бар, мен сен кеше веномнан құтқарсам, осы маған жасаған жақсылығың. Ой, Микки, бір әшейін ойнап отырдық қой, дос болғаннан кейін әзілдесіп ойнаймыз да. Ой, кетші бар, дос болмаймын сен вообще, досың деп айтпашы маған вообще. Айтпақшы алдын 30-қа бердік қой. Сол кезде менен кешірім сұрамаған едің ғой, сен әлі білесің ба? Соған әлі ренжіп жүрсің ба не сен? Ой, бопты, кешірдім оны. Тоқташы, Нұрислам, чоташы, мен басым айналып жатқан сияқты. Қалай сонда басың айналып жатыр? Сен басың айналып жатқан жоқ, қорқып жатсың пайды. Микки, бағана мен атпен не қылдым ғой? Қорқыттым ғой, сен қорқып жатсың сен. Ой, жоғай, басым айналып жатқан сияқты чота Нұрислам, чота шын мен өзім жаман сезініп тұрмын мен ше. Басым ауырып жатыр, не істесем? Мынау талып қалды. Көмектесіңдер.
кім бар мына жақта көмектесетін? Ё-моё, не істеймін енді? Ей, мына жақта Микки талып қалды, көмектесін дедіші. Мә, не істеймін енді, Микки? Ей, мынау қайттан халыққа айналып кеткен ғой. Ей, Микки. Ей, жатсың ба өзі? Микки. Оу, мынауың тентек болып қалған ба? Ей, Микки. Ей, Нұрислам, Нұрислам, что-то өзің қайттан мықты сезініп кеттің бар ғой ше. Мықты сезініп кеткенде Микки, сен қайттан халыққа айналып кеттің ғой? Қой ей, бәсе өзіңді бәсе мықты сезініп тұрмын өзімді. Микки, тоқташы да. Микки, тоқта. Микки, мен түсіндім. Сен қалай халыққа айналу керек екенін түсіндім мен. Сен бар ғой, халыққа айналу үшін пайда қорқу керексің ғой, қатты қорқу керексің, или шошып уайымдау керексің ғой бәлені. Сол кезде сен халыққа айналып кетесің. Нақтури ма? Я, бірақ мен бар ғой сен құтқаруға келген кезде де сөйтіп қорыққан кезде сөйтіп халыққа айналып кеттім ғой. Бәсе. Не ғой енді мен мынандай түрмен мектепке кірмейтін шығармын, мен халық екенімді бәрі біліп қоятын болса ертең артымнан қалмай жүреді ғой. Нақтури бірақ шынымен. Или бүгін сабаққа бармай қоямыз ба? Апайға бір бәле деп айта саламыз, ауырып қалдық деп па. Сөйтеміз ба онда? Давай сөйтейік онда, кеттік үйге бара салайық. Сен анау күшіңнің бәрін зерттейік та, біз не істеуге болады, сен күшіңмен қаншалықты мықтысың, соның бәрін эксперимент жасайық үйге барып. Жарайды онда. Не айтпақшы мен саған қалай халыққа айналып кеткенімді айтпақшы. Айтпақшы, соны айтпадың ғой, соны айтып берсең одан да. Жарайды онда, әңгіме болсын айтып берейін. Бар ғой, мен сені іздеуге келдім да үйіңе. Сөйтіп, үйіңде жоқ екенсің, сөйтіп үйіңнен шықсам бір профессор шығады ғой. Сол профессорге, мен көмектесем де, в общем.